дегенimiz мынау шанағы шырша ағашынан жасалады. Мына мойнын көріп тұрсың ба балам? Осы балқарағай ағашынан жасалады. Мынау дуб ағашынан жасалады. Мына ою өрнектерді көріп тұрсың ба балам, мінекей? Яки. Мына жылқы бейнесі. Бұның барлығы сүйектен жасалады. Және де бұның ең мына басындағы бұл күмістен жасалады. Таза күмістен жасалады. Міне осылай әдемі дүние шығады осылай. Әкешім, маған бір домбыра тартып беріңізші. Олды қазір мінекей. Әкешім, бұл домбыраны қанша уақыт жасадыңыз? Бұны балам мен бұл енді мықты домбыра болу үшін бір айдай жасалады. Бір айдың ішінде жасап шығардым балам осы домбыраны. Әдемі шыққан ба? Яки, өте күшті екен. Ой жаным, молодец, рахмет. Ботам, келе ғой шашбауыңды тағайын. Анашым, шашбау деген не? Шашбау дегеніміз қазақ қыз келіншектерінің өрілген шаштарының ұшына тағылатын әшекейді шашбау деп айтамыз. Бұл шашбаудың өте қыр-сыры көп. Бұл шашбауды тек қана сәндік үшін тақпайды. Бұл шашбау көп жаман энергиядан сақтайды, көз тиюден сақтайды, қыздардың келе жатырған белгісін береді. Сыңғыр-сыңғыр деген дауыстарымен шашбаудың уже қыздардың келе жатқаны белгілі болады. Анашым, шашбаулардың түрлері бар ма? Иә, Ботам, бұл шашбаудың түрлері өте көп. Шашбаудың оюлы түрлері бар. Түрлі түсті қымбат тастардан жасалған түрлері болады. Күмістен жасалған түрлері болады. Күміс ол тек жай ғана емес, ол тазартатын арнайы бұйым деп айтылады. Анашым, бұл ойынның аты қандай? Ботам, бұл оюдың аты қошқар мүйіз деп айтылады. Бұл қошқар мүйіз деген бұрыннан ата-бабамыздан келе жатқан төрт жағы түгел деген мағынаны білдіреді. Молодец. Анашым, мынау ше? Бұл Ботам, бұны құрақ деп айтады. Бұл ата-бабаларымыздан қазақ өңірінен келе жатырған құрақ. Бұл құрақтың мағынасы өте зор. Бұны үлкен үйлі болсын, бала шағалы болсын деп құралсын деген мағынаны береді. Құралсын деп сол үшін атын құрақ деп қойған. Солай болған ба? Әлде ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, жылама бөпем, жылама, жілік тағып берейін, байғұтанның құйрығын жіпке тағып берейін, айналайын шырағым, күнімдегі құрағым, маңдайындағы қондызым, аспандағы жұлдызым, әлде балам, әлде ай, айналайын балам-ай, айналсын сенің анаң-ай, анаң сені сүйінде көңіліңді жай.